Өмір болғасын әртүрлі оқиғаны естисің. Қайсы бір жылы бір бауырымыз діни басқарманың жіберуіменен Пакистанға барып оқып келді. Сол Пакистанда оқып жүрген кезіндегі бір жағдайды айтып берді. Біраз уақыт ойланып қалдық. Көшеде келе жатырмыз дейді. Көшенің бойында бір қайыр сұрап, мүмкіндігі шектеулі бір адам жатыр дейді. Жақындап келгенде жүрегім тас төбемнен шықты дейді. Әлгі адам қамыр сияқты иленіп жатыр дейді. Бейне бір денесінде сүйек жоқ секілді. Кәдімгі қамыр сияқты. Оңға қарай жантайса, ыдыстағы қамыр сияқты былай төңкеріледі. Солға қарай ыңғайланып отырса, бүкіл денесі қамыр сияқты былай төңкеріледі. Жақындап келіп байқадық, шынында да денесінде сүйек жоқ. Еттен, сіңірден, содан ғана тұрады екен денесі. Аяй бастадық дейді. Аяп, жанымыз ашып, сосын енді бір сабыр сұрайық, Құдайдан бір насихат айтайық деп жаңа кісіге жақындап келіп айта бастадық дейді. Жергілікті тілді білет, бауырым деп алғаш жәрдемімізді жасап, артынан енді Алланың тағдыры, сәл сабыр қылсаң жәннат бар, бұл дүние өтіп кетеді, сабыр қыл деп жаңа қинала уағыз айттық дейді. Бәрін асықпай тыңдап алды да, бауырым сәл отыршы қасыма деп айтты дейді. Отырып едім, былай деп айтты дейді. Үлкен рахмет насихатыңа, баршасына. Бірақ мен ғой көп күнә қолымнан келмейді. Мен осы жерде қамыр сияқты иленіп жатқан біреумін. Мен көп күнәларға шамам жоқ. Тілім Алланы зікір етеді, денемнің басқа мүшелерімен күнә жасауға менде мүмкіншілік жоқ. Сендер аман болыңдаршы, денсаулығы бар, жүріп тұра алатын, көзі көретін, аяғы жүретін, қолы ұстайтын, сендер аман болыңдаршы, күнәдан сендер байқаңдаршы осы. Сендер үшін қаттырақ уайымдаймын мен осы халде жатып деп айтты дейді. Мен денемнен мұздай тер шықты дейді. Шында да ана халде жатып, ол айтты дейді. Мен өзімнің осы жағдайыма Аллаға ешбір өкпем жоқ. Алла мені жаратты, ақылым орында, жүрегім орында, мүмкін көп адамдар жасап жатқан игіліктерді дене мүшелерім арқылы көре алмай жатқан шығармын. Бірақ жүрегімде Құдайға деген сенімім, ақыретке деген иманым бүтін. Ғұмырым таусылады, Раббыммен жолығуға мен де барармын. Осы тағдырыма саншы шүкіршілік айтам деп айтты. Бірақ көптеген күнә жасап қоюға мүмкіншілігі бар, бойында күш қуаты бар, жүріп тұра алатын, сендер байқаңдаршы деп айтты дейді. Қатты ойландым, қатты ғибрат алдым, келдім дейді. Арасында осы оқиға көбімізге пайда беру керек деп ойлаймын, өйткені көбінде бір мүгедек адамды, мүмкіндігі шектеулі адамды көрген кезде біз апырая, мен осы халде болсам қалай болар еді деп сырттан қиналуымыз мүмкін. Шынтуайтында мүмкін бәлкім ол адам бізден бақыттырақ, ол адамның жүрегі бізден кеңірек болуы мүмкін. Оның іштарлығы жоқ, адамдарға жақсылық қалауы мүмкін. Әрбір берген Алланың ризашылығы үшін Құдайға көп мақтаулар айтуы мүмкін. Ал бірақ аяқ қолы бар, ырысқы несібесі бар, жүріп тұра алатын, дүниенің талай жерін аралап көріп жүрген кейбір дені сау адамдарда ондай шүкіршілік, ондай қанағат, ондай ризашылық бола бермеуі мүмкін. Себебі кейде қазақтың бір ғажап сөзі бар. Жоқшылық не жегізбейді, тоқшылық не дегізбейді дейді. Адам жоқ болса, мүмкіншілігі шектеулі болса, аз нәрсеге қанағат етуі мүмкін. Ал бірақ тоқшылық не дегізбейді дегендей, тоқшылық Құдайға қарсы сөйлетуі мүмкін. Тоқшылық туысқандарға қарсы сөйлеткізуі мүмкін. Тоқшылық ерлі зайыптылардың арасын ажырататын сөздерді айтқызуы мүмкін. Өйткені адам жаны қиналмай, немесе өзінің басына бір ауыртпашылық түспеген кезде біреуді кемсітіп, біреудің сыртынан әжуалап, әртүрлі артық сөздер айта береді. Алла кешірсін. Бірақ шынтуайтында әлгі қамыр секілді иленіп жатқан бауырымыздың әңгімесі көпшілігімізді ойланту керек. Өмір уақытша, ақырет мәңгілік. Әрбір берілген нығметтен сұраламыз. Біз біреулерге жанымыз ашып жүрген кезде, мүмкін Құдайдың алдында біздің дәрежеміз ол адамдардан төмен болып қалуы мүмкін. Осы нәрсе бізді ойландыру керек. Қасиетті Рамазан айында әсіресе Алладан тәкаппарлықтан, біреуді менсінбеушіліктен, біреуге үстінен қараудан, біреудің сыртынан кісімсіп күлуден Алладан пана сұрап дұға қылуымыз керек. Алла баршамызды сондай мұсылман баласына тән болмаған қасиеттерден сақтасын.